Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздердің назарларыңызға өте тез дайындалатын сельдь под шубой атына ие дәмді салаттың рецептін бөлісемін. Бұл салат кез келген мерекелік дастарханға, әсіресе жаңа жылдық мерекеге жиі қолданылатын салат. Қызылша, картоп және сәбізді қайнатып алдым, немесе оларды фольгаға орап пешке 220 градуста 40-50 минут арасында пісіріп алсаңыздар да болады. Сосын картоп пен сәбізді орташа үккіште өткізіп шықтым. Енді қызылшаның бір шетінен 2 мм етіп кесіп шықтым. Жұқа тегіс қабатқа жайып шықтым. Астыңғы төсенішке пергамент қағазын төседім. Сосын үстіне пищевой пленканы төсеп алдым. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын бірін-біріне жайып шықтым. Содан кейін майонезбен жұқа қабатта майлап алдым. Сосын сәбізді келесі қабатқа майлап шықтым. Әр қабатты өте жұқа болу керек екенін ұмытпаймыз. Әйтпесем кейінірек орамдарды орау қиын болады. Сосын картопты жайып шығамыз. Әрбір ингредиентті қойғаннан кейін майонезбен жағуды ұмытпаймыз. Енді майшабақ филесін, яғни селедканы бір тегіс етіп қойып шығамыз. Кілемшені пайдаланып, орамдарға ақырын айналдыра бастаймыз. Тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа қойып аламыз. Сол кезде ол кішкене қаттырақ кескен кезде ыңғайлы болады. Енді салатты кесіп дастарханға сәндеп қоя берсек болады. Бетіне майонез жағып, үстіне базиликтің жапырақтарын салып сәндесек те болады. Мұндай әйгілі салаттың әдеттен тыс порциялы тағамдарының қонақтарды таң қалдырады деген ойдамын. Бұл әйгілі салаттың рецепттерінің бірі, бірақ көптеген дизайн нұсқалары бар. Мен майшабақты орама түріндегі салаттармен ұсынудың ерекше нұсқасын сіздерге көрсеттім.